Сәлеметсіздер ме? Бүгін үй жағдайында осындай қабыршақты, нәзік, сочный моцарелла жасайтын боламыз. Біздің моцарелла уксуссыз пепсин мен лимон қышқылынан жасалынады. Мен 5 литр сүттен жасадым. Сүт міндетті түрде піспеген және 2-3 күн холодильникте тұрған болу керек. Сүтті жылытқан кезде тікелей газге қоймаймыз, су ваннасында жылытатын боламыз. Мінекей кішкентай кастрюльде сүт, үлкен кастрюльде темірмен осындай су тұр. Алдымен 50 мл бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық лимон қышқылын салып, араластырып ертіп аламыз. Бір пакеттіктегі пепсин 100 литр сүтке арналған, оны біз 5 литрге арнап бөліп аламыз. Мінекей ортасынан бөлдім. Ол 50 литрді тағы 5-ке бөліп, оның жартысын салдым. Мінекей мынадай болады, микробиальный ринин деп жазылып тұрады. Қайдан алуға болады? Қазір төменге жазып кетем. Оны да кішкене суға ертіп қойып қоямыз. Алдымен еріген лимон қышқылын салқын сүттің үстіне құйып араластырып аламыз. Сосын қасында тұрған үлкен кастрюлядағы су қайнап тұр. Соның үстіне сүтімізді қойып 32 градуста жылытамыз. Міндетті түрде градусник керек. Менде тек осындай суға салатын градусник болды. Осымен өлшедім. 32 градустан асып кетпеу керек. Ыстық болса, біздің жаңағы ашытқымыз дұрыс жұмыс істемей қояды. Сүтіміз 32 градусқа дейін жылыған соң, ашытқымызды, жаңа пепсинімізді салып, аздап қана араластырамыз. 10-15 минут өткен соң, біздің сүтіміз осылай қоюланып, ұйып қалады. Мінекей қарап тұрғандарыңыздай. Ұйыған сүтімізді пышақтың көмегімен, ұзын пышақтың немесе шампурдың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Тігінен, көлденеңінен, қисығынан кесіп шығамыз. Сосын су ваннасында қайтадан 41 градусқа дейін жылытамыз. 41 градустан асырмаймыз. Енді ұйытқымызды су ваннасына қоямыз. Бізде су ваннасында кастрюльдегі су қайнаған және асты жай басылып тұр. 41 градус болғанша градусникті қойып араластырып тұрамыз. Судың асты жай болғандықтан тез қайнамайды. Егер қатты ашып қойсаңыз, ол тез сүтіміз қатты ысып кетуі мүмкін. Сонда моцарелла шықпай қалады. Бізде 41 градус болды, осындай болады. Сосын бірден кастрюльді алып тастаймыз судың үстіне. Оны дуршлагқа сүзіп аламыз барлығын. Осындай масса болады. Сосын дуршлагтағы біздің массамыз барлық сар суы тартылғанша оны кішкене қоя тұрамыз. Суының бары ағып кетеді. Ол бір қалпын ұстайтын массаға айналады. Мінекей, енді осы массаны кубиктерге бөліп шығамыз. Сонан соң бізге қолғап керек. Ішінде жылуы бар қолғап немесе жұмыс қолғабын сыртынан медициналық қолғап киіп алсаңыздар болады. Сосын кастрюляға ыстық 80-90 градусқа дейін суды ысытамыз. Оған моцарелламызды бөліп саламыз. Бірден барлығын салмаймыз, барлығы еріп кетеді. Сондықтан осылай ыдыспен аз-аздан бір дөңгелек шығатындай етіп алып, соны батырып, жаймен деп созып, осылай бір шар жасаймыз. Мінекей, суға батырған сайын ол ере береді, жаймен деп созыла бастайды. Суды қайнағанша тарсылдатып қайнатпаймыз. 80-90 градус, яғни қайнамаған, бірақ ыстық су. Қолымыздың өзін салсақ күйеді, сондықтан осындай қолғап киіп алдық. Егер суымыз қайтып салқындап бара жатса, астын кішкене қосып, ыстып алып тұрамыз. Сонан соң дайын болған шарларымызды біз алдын ала су дайындап қоямыз. Ішіне мұзы бар суға салған дұрыс. Негізі алдымен мұздай суға барлығын салып шығамыз. Мінекей суда. Сонан соң қасында тұрған біздің өзінің сар суы, 1 литр сар суға 1,5 шай қасық тұз салып, соған сақтаймыз.